нүкте алынған дейді. Осы арақашықтықтар арасында 1-де 2 табылатынын дәлелдеңіз дейді. Ең алдымен мынандай сұрақ, мынандай 6 нүкте берілген, 6 жақта енді. Мына жақта, мына жақта. Осы 6 нүктенің неше арақашықтығы бар деген сұрақта. Яғни арақашықтығы натурал сан деп тұр ғой. Неше арақашықтық бар? То есть арақашықтық дегенді бір-біріне қосамыз ғой. Бұлай қосамыз, қоса береміз. Вот осындай кесінділер пайда болады а нүктені, екі нүктені біріктіретін болсақ, кесінділер пайда болады. Вот осы кесінділердің жалпы саны қанша? Соны анықтау керек. Ол үшін біз комбинаториканы пайдаланады екенбіз, әріптестер, қараңыздар. Кесінді дегеніміз ол бізде екі әріп қой, дұрыс па? Давайте мынаны А1 дейік, мынаны А2 дейік, мынаны А3 дейік, мынаны А4 дейік, мынаны А5 дейік, мынаны А6 дейік. Сонда кесінді дегеніміз ол бізде екі нүктеден пайда болады. А1 және А2 деген. Дұрыс па? Тура солай А1 және А3 да, А1 А4, А1 А5, А1 А6 да. Одан кейін уже А2 А3 үст кете береді, дұрыс па? Үст кете береді. Вот осындай кесінділердің саны қанша? Ол үшін бұлай істейді екенбіз. Бізде 6 нүкте бар. Осы 6 нүктеден неше кесінді құрастыруға болады деген сұрақтың жауабын алу үшін біз теруді қолданады екенбіз. С6-дан 2. Яғни 6 элементтен 2 теру жасау керек та. Түсінікті ғой, не үшін теру екен? Не үшін А емес? Осы сұраққа жауап беріңіздерші, мен теруді есептей берейін. 6 факториал, яғни не үшін орналастыру емес? 6 факториал бөлінген 2 факториал, 6-дан 2-ні алатын болсақ 4 факториал. Так, 6 факториалды біз 4 факториал көбейтілген 5 көбейтілген 6 деп алайық. 4 факториал көбейтілген 5 көбейтілген 6 деп алайық. Бөлінген 2 факториал дегеніміз кетейік, 4 факториал, 4 факториал қысқарып кетеді, сонда нәтижесі 15. Сонда 15 түзу пайда болады. Так, орны маңызды емес дейді. Өте дұрыс айтасыздар, Саян ханым, Жанар ханым, біздің MES математика курсына қатысып едіңіздер? Жоқ. Так, орналастыру реті маңызды емес. Себебі қараңыздар, А1 А2 деген кесінді мен, А2 А1 деген кесінді, екеуі бір кесінді, дұрыс па? Яғни орындан ауыстырсақ ешқандай да маңызды емес. 15 болады, 15. Ал қандай жағдайда, так, Жанар ханым жоқ дейді, Саян ханым дейді. Керемет. Қандай жағдайда не болады? Орналастыруды қолданамыз. Так, значит 15 кесінді бар, Енді осы 15 кесіндінің мәндері қанша болуы мүмкін? Олардың арақашықтығы натурал сандар дейді та. Натурал сан болатын 6 нүкте. Мыналардың арақашықтығы. Сонда 15 арақашықтық бар да, олардың әрқайсысы әртүрлі болса дейді, оның ішінде екеуі бірдей болып қалады. Міндетті түрде екеуі бірдей болады дейді. Яғни айтым келген мынандай да, 15-і 15 түрлі болуы мүмкін емес деген нәрсе. Соны дәлелдеу керек. Ең алдымен ең үлкен арақашықтық неге тең? Соған жауап берейікші. Ең үлкен арақашықтық квадраттың ішінде. Мынау ғой, келісесіздер ме? Мынау бізде квадраттың ішіндегі ең үлкен арақашықтық. Яғни ол квадраттың несі? Диагоналы. Ал диагоналдың формуласы бізде А түбірастында 2 ғой. Квадраттың қабырғасы 10 болса, значит 10 түбірастында 2. Немесе Пифагормен есептесеңіздер болады. Мынау 10, мынау 10, мына жақ тік деп алып, Пифагор есептесеңіздер де 10 түбірасты 2 шығады. Ал 10 түбірасты 2-ні жуықтап есептейтін болсақ, примерно 14,14 пайда болады. Енді біз қарсы жоримыз. 15-і 15 түрлі болса деп жоримыз да. Так, мен жазайын. Яғни айтқым келген мынандай да, А1-дің қашықтығы 1-ге тең, А1 А3-дің қашықтығы 2-ге тең, А1 А4-дің қашықтығы 3-ге тең, А1 А5-дің қашықтығы 4-ге тең, сөйтіп кете береді. Мына жер 5-ге тең, мына жер 6-ға тең, сөйтіп кете береді да. Ең соңғы мысалға қанша бар? А4 А5-дің арақашықтығы 15-ге тең, 15-шінікі, дұрыс па? То есть 14-шінікі. А4 А5 дегеніміз 14-шісі болсын, А4 А5 дегеніміз 14-шісі болсын. Оның арақашықтығы 14-ге тең. Ал, значит, әртүрлі болатын болса, әртүрлі болсын деп жорып атырық қой,
Значит, A5, A6-сы ең соңғысы қанша болады? 15 кесінді ғой. Значит, ең соңғысы 15-ке тең. Болады деп алсақ, онда A5, A6-ның ара қашықтығы 15 болуы мүмкін емес. Неге? Өйткені квадраттағы ең алшақ ара қашықтық 14,14-ке тең. А бұл 15 деген бізде 10 түбірасты 2-ден не болып кетті? Үлкен болып кетті. 10 түбірасты 2-ден не болу керек? Ол кіші болу керек еді ғой. Сонымен бізде қарама қайшылық пайда болды. Сонда сіздер жазасыздар мүмкін емес. Яғни жазасыздар 15 кесіндінің ұзындығы 15 түрлі болуы мүмкін емес. Демек, ара қашықтар арасында бірде екеуі табылады. Дейсіздерді дәлелденді деп жазып қоясыздар. Түсінікті ма? Так, 15 кесінді 15 түрлі болуы мүмкін емес. Мүмкін емес. Демек, екеуінің ара қашықтығы не болады? Міндетті түрде бірдей болады. Яғни A5, A6 дегеніміз 15 боламайды. Оның орнында 14, немесе уже 15-ші 14 болады, немесе 13 болады. Яғни екеуі де 14, екеуі де 13, немесе екеуі де 11, сондай болып болады. Екеуі бірдей болады. Сонымен теңсіздік дәлелденді. Дирихли принципі. Есеп түсінікті болса 8 плюс деп жазайық әріптестер. 8 плюс деп жазайық. Яғни қандай ғой, A5, A6-ның ұзындығы бірден бастап 14-ке дейінгі қашықтықтардың біреуіне тең болады әріптестер. Яғни 15-шісі боламайды. 15 болатын болса 10 түбірасты 2-ден үлкен болып кетеді. Ол ең үлкен ара қашықтықтан кіші болу керек. Жанархан, рахмет. А және Б сандарын салыстырыңыздар дейді. Өте күрделі есептердің бірі, шатас қалмау керек. Так, біріншіден нәрсе, егер А үлкен Б-дан болса, онда А азайтылған Б үлкен болады 0-ден. Ал егер А кіші Б-дан болса, онда А азайтылған Б кіші болады 0-ден. Осыған келіссеңіздер, плюс қойыңыздар. Так, 8 плюс дейді. Мұна ережеге келіссеңіздер, плюс қойыңыздар. Енді мен не істеймін? А мен Б-ның айырмасын зерттеймін. Егер А мен Б-ның айырмасы 10 сан болса, онда А үлкен Б-дан болады. Ал егер А мен Б-ның айырмасы 0-ден кіші болса, онда А кіші Б-дан болады. Давайте екеуін азайтамыз. Так. А азайтылған Б. Жақшаны ашып азайтамын. 99-дан 1 қосылған 99 көбейтілген 2-ден 1, дұрыс па? Плюс келесі 3-ден 1 ғой. Значит, 99 көбейтілген 3-ден 1 плюс кете береді. Ең соңғысы 99 көбейтілген 1 бөлінген 99 көбейтілген 99. Давайте мен қалай жазған екенмін, соны көріп алайын. Ладно, соңғысын жаза салайық. Соңғысы қандай болады? 1 бөлінген 99-ын 1 бөлінген 99 көбейтіледі, Значит, 99 көбейтілген 99-дан 1. И азайту нан ашамыз, 101-ден 1, оны көбейтеміз 1-ге. Значит, 101-ден 1 болады. Енді азайтып отырық қой, алдындағы минуспен ішіндегі таңбаның бәрі өзгереді. Значит, минус 100 көбейтілген 2-ден 1, дұрыс па? Одан кейін 100 көбейтілген 3-ден 1. Солай кете береді, дұрыс па? 100 көбейтілген 3-ден 1. Солай кете береді. Предпоследнийін жазамын. Предпоследний қандай? 100 көбейтілген 99-дан 1. Арасы азайтуына, алды азайту, И одан кейін ең соңғысы 1 бөлінген 100 көбейтілген 100. Осы шегесін түсінікті болса, тағы да бір плюс қойып қойыңыздар. Яғни жақшаны ашып азайтып жатырмын.
Енді не істеймін? Енді топтаймын. Топтау әдісін пайдаланамын. Так, мынау мен мынаны азайтамын, е? Және мына ирекпен мына иректі азайтамын. Одан кейін мына екі сызықпен мына екі сызықты азайтамын. И азайтып жатқан кезде походу не істеймін? Ортақ көбейткіш жақсын сыртына шығарамын. Бірінші қосылғыш мынандай болады. 99-дан 1 азайтылған 100-ден 1. Одан кейін мынау ирек сызықтарды көріп тұрсыздар, ол жақта 2-ден 1 бар, е? Сондықтан 2-ден 1 минус 2-ден 1-ді жақсын сыртына шығарып жіберемін. И жақшаның ішінде не қалады? Жақшаның ішінде 99-дан 1 азайтылған, қосу походу, қосу ғой. 99-дан 1 азайтылған 100-ден 1. Дұрыс па? Келесі екі асты, то есть асты 2 рет сызылған. Ол жақтан 1 бөлінген 3-ті жақсын сыртына шығарып жіберемін. Жақшаның ішінде не қалады? 1 бөлінген 99 азайтылған 1 бөлінген 100 болады. Тура солай кете береді. Шексіз кете береді. Соңғы мүшесі, соңын алдындағы мүшесі мынандай болады. 1 бөлінген 99 жақсын сыртына шығып кетеді. Жақшаның ішінде 1 бөлінген 99 азайтылған 1 бөлінген 100. Қараңыздар. Ең соңында мынаумен мынаны азайтамын. Қараңыздар. Жасты мен сызайын. Ең соңында мынадан мынаны азайтамын, е? Дұрыс па? Бұл жақта 1 бөлінген 99 ортақ қой. Сонда жақшаның ішінде 1 бөлінген 99 азайтылған 1 бөлінген 100 қалады. И азайту ең соңында жалғыз мынау қалып қояды. Давайте мен оны сарымен сызайын. Міне. Мынау қалып қояды ең соңында. Соны жазамын. 1 бөлінген 100 көбейтілген 100 қалады. Дұрыс па? Енді не істейміз? Енді мынаның өзін ортақ қылып аламыз. Қараңыздар, мен астын сызайын. Мынаның өзі ортақ көбейткіш. Қызыл мен сызайын міне. Мыналар уже ортақ көбейткіш. Соны мен жақсы сыртына шығарып жіберемін. Сонда жақшаның ішінде не қалады? 99-дан 1 азайтылған 100-ден 1-ді жақсы сыртына шығарып жіберсем, жақшаның ішінде мынаның орнында 1 қалады, е? 1 плюс, мына жерде 2-ден 1 қалады. 1 плюс 2-ден 1 плюс одан кейін 3-ден 1 солай кете береді. Ең соңғысы 99-дан 1 и азайту ең соңғы мүшесі бар. 1 бөлінген 100 көбейтілген 100. Болды ғой. Мынаны ортақ бөлім беріп азайтсақ не болады? Мынаған 100-ден, мынаған 99-дан берсек не болады? Сыра жазайықшы орнына. Мынандай болады ғой. 99 көбейтілген 100-ден 1 болады. Келісесіздер ма? Мынау астын сызық қойған, қызыл мен астын сызық қойғанда бір-бірінен азайтсақ, міне мыналарды бір-бірінен азайтсақ, 99 көбейтілген 100-ден 1 болады. Келісесіздер ғой? Сонда қараңыздар, мынаның өзі 1-ден үлкен. Мынау жақшаның ішіндегі сан, о бізде 1-ден үлкен, е? Еще мынау 1 бөлінген 99 көбейтілген 100-де 1 бөлінген 99 көбейтілген 100-дің өзі бізде неден үлкен? 1 бөлінген 100 көбейтілген 100-ден үлкен. Мынаның өзі мынадан үлкен болып тұр. Еще оны біз 1-ден үлкен санға көбейтсек, ол одан сайын үлкейе береді. Сонда мына айырманың мәні не болады? Міндетті түрде 0-ден үлкен болады. А бұл 0-ден үлкен болса, онда А үлкен Б-дан болады. Сонымен жауабы А үлкен Б-дан. Егер есеп түсінікті болса, плюс деп жазайық әріптестер. Кері байланыстастаңыздар. Жеткізе алдым ба? Азайту болмайды, қосу болады. Жақшанша қосу болады, Жанар ханым. Не үшін азайту болады? Мынау не үшін мынадан үлкен деген сұрақ, е? Бізде 5-ші сыныпта ереже бар. Алымдары бірдей бөлшектердің қайсының бөлімі кіші, мынау кіші ғой. Сол үлкен болады. Оп-оңай шешілді дейді. Аха, Жанар ханым, рахмет. Жақсы. Кеттік, сабақ қалай болып жатыр? Ұнаса оттарыңызды аямаңыздар, реакция жіберіп отырыңыздар. Өте жақсы түсіндірдіңіз дейді Арайхан. Рахмет. Бұндай есептер негізі оңай емес ше. Өзің жазып берген оңайда. Түсіндіру кезінде қараңыздар, қаншама түсті байландық. Сәрі қиындау түсіндіру. Так, екі PDF кітап міне. Сабақтың соңында сіздерге тегін жіберілетін болады.
1-2 деп тұр, иә. Так, олимпиадада нәтиже шығу үшін дәл бүгіннен бастап әрекет жасау керек. Осыған келсеңіздер ма? Келсеңіздер плюс қойыңыздар. Әлі 3 есеп бар. Керемет, жақсы қарапайым түсіндіріп жатсыз. Нұргүлхан, рахмет. Олимпиада нәтиже шығу үшін дәл бүгіннен бастап әрекет жасау керек дейді. Плюс. Аха. Так, жалпы біздің тегін сабақта беріліп жатқан білім біздің мат олимпиада курсы аясында бере алатын білімнің бар болғаны 5 қана проценті, даже одан аз. Енді кім осылай әрекет жасап олимпиадада нәтиже көрсеткісі келеді? Кім осылай апта сайын, немесе күнделікті дайындалып, осындай аудандық олимпиадада тікелей эфирді талдап, кім нәтиже көрсеткісі келеді? Мен деп жазыңыздаршы, мен. Плюс емес, мен деп қойыңыздар. Кім осылай әрекет жасап олимпиадада нәтиже көрсеткісі келеді? Мен дейді Альбина ханым. Әлі 3 есеп бар бізде.